Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Ресейдің 7000-ға жуық ядролық зымыраны, 2000 танк, 150 миллион халық саны бар. Белсенді жедел әскерге ие, және бірнеше мемлекетте өз солдаттары бар. Бұл бейнеде әлемнің ең мықты мемлекетіне кіші бір саяхат жасаймыз. Ресейдің мәдениетінен бастап, артынан Ресейдің қаншалықты мықты екенін көреміз. Ендеше бейнеге бастайық. Видео басталмай тұрып сіздерге керемет жаңалығым бар. Физмат курсына жазылыңыз. Үйде отырып қалаған уақытта қалаған тақырыпты үйрене аласыз. Физмат физика математика пәнінен ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайтын арнайы ақылы курс. Курс онлайн түрде емес, алдын ала түсірілген бейне сабақтармен үйренесіз. Мектеп қабырғасындағы барлық тақырып қамтылған бейне сабақтар бар. Математика пәнін 5-ші сыныптан бастап, ал физика пәнін 7-ші сыныптан бастап үйретеді. Яғни барлық дерлік тақырыптар бар. 0-ден бастап білім аласыз. Әр тақырыпқа жеке бейне сабақ. Әр сабақтың ұзындығы 30-60 минут аралығында. Бейне сабақта бірінші теорияны, формулаларды қорытуды түсіндіреді. Сосын әртүрлі есептер деңгей бойынша шығарылып көрсетіледі. Есептер тест кітапшаларынан алынады. Және қосымша әр тақырыпқа қатысты өзіндік жұмыс ретінде үй жұмысы беріледі. Ең бастысы, шығара алмаған есептерді админ сізге шығарып түсіндіреді. Толық ақпарат бейненің мәлімдемесінде жазылған. Ресейде отбасы өлгендердің есімдерін жаңа туылған балаға берілгені үшін есім түрлері онша көп емес. Бұл елде көлік апатынан қайтыс болған адамның жақындары апаттың болған жеріне әрдайым гүл алып келіп тұрады. Орыстарда той кезінде келін мен күйеуге бір кекс беріледі. Екеуі де кексті бір уақытта тістейді. Ең үлкен кексті кім алса, отбасыда соның сөзінің өтетіндігіне сенеді. Орыстарда жаңа туылған балаларға күміс қасық беріледі. Мұның сәбиге сәттілік алып келетініне сенеді. Орыстар ішімдікті көп ішкені үшін құлпытастың жанында да ішімдік ішу өлген адамға бір құрмет көрсету деп біледі. Өлген адамның жақындарының қайғысына ортақ болу мағынасын береді. Тіпті осы үшін кейбір мазарларда арақ қойып қоятындығы айтылуда. Орыстар терезенің сыртқы әлеммен байланысы бар екендігіне сенеді. Осы себепті терезеден түкірмейді, мысық тастамайды және су төкпейді. Шомылдыру рәсімі болмай тұрып өлген балаларды терезеден шығарады. Той кезінде, туылғанда және өлгенде тарелка сындырылады. Бұл өмірдің өзгеруіндегі бұрылысты көрсетеді. Тойдан бір күннен кейін қайын-ене ең қымбат ыдысын сындырады. Бір адам өлген кезде сындыру басқа қалған адамдардың ғұмырының ұзын болуына сенеді. Өте үлкен жер иесі болған мемлекет. Шамамен бір өзі континент сияқты болған Ресей, әлемде де өте үлкен бір орны бар. ақш-тан кейін әлемнің ең мықты екінші армиясына ие. Ресей экономикада армия күші сияқты болмаса да, саяси күші жағынан әлемде екінші орында. Дүние жүзінде Америкаға өзінің мінезін көрсете алатын тек қана бір мемлекет. Әрине, Солтүстік Корея сияқты пешкаларды есептемейтін болсақ, Ресей кеңестік одақ кезінде өте мықты еді. Әлемді Америкамен бірге қос полюсті жасаған және баланс орнатқан еді. Кеңестік одақ тарады, бірақ Ресей соңғы уақыттарда қайта күшін ала бастады. Путин кезеңінде Ресей экономикалық жағынан қатты дамымаса да, саяси жағынан өте алдыңғы қатарға өтті. Кеңес одағы кезіндегі сияқты Америкамен бетпе-бет келді. Сирияны бөліп таратқысы келген Америкаға қарсы Сирияға көмек ретінде барып және ақш политикаларын кішкене болса да қысып қойды. Ресейдің 1,5 миллиардтық бір экономикасы бар. Әлемде 12-ші орында. Сатып алу пайызына қарай 7-ші орында. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде вето құқығы бар 5 мемлекеттің бірі. Бұл саяси күш деген сөз. Ресейдің экономикасы 2013 жылында 2 триллионнан асқан еді. Қазіргі таңда статистикаларға қарасақ, жан басына шаққандағы табыс шамамен $10,000. Жер көлемі өте үлкен болған үшін жер асты қазба байлықтарына ие. Ресейдің өте үлкен табиғи газы және өте үлкен мұнай кені бар. Әлемдегі ең үлкен мұнай экспорттайтын ел Ресейге тек қана мұнай экспорттаудан бір жылда 50 миллиардтан астам табыс кіреді. Суық географияға ие болған үшін жеміс, көкөніс өндіру жақсы жағдайда емес. Сол себепті көбісін басқа елдерден импорттайды. Қазақстаннан өте көп қарбыз алып кететін Ресей туризмда да жоғары орында. Ресейдің экономикасының үлкен бөлігін қару-жарақ өнеркәсібі құрайды. Ресей ақш-тан кейін әлемде ең сапалы қаруларды жасап шығаратын мемлекет. Бірақ жұмыс сатуға, яғни экспорттауға келгенде ақш Ресейден әлде қайда алдында. Ресей қаруларының көбісін сата алмай жатыр. Ресей 1998-де өте үлкен экономикалық дағдарыс көрді. Экономикасы мұнайға байланысты. Мұнай құны арзандаған үшін орыстар мемлекеттік қызметшінің жалақысын да төлей алмайтын жағдайға жеткен еді. Сол кезде орыстарға балық аулаңдар ұсынысы танымал болған еді.
20 жыл өтті. Ресей әлі де бензинге және мұнайға байланысты болған экономикасына ешқандай альтернатив таба алмай жатыр. Тек қана бірнеше IT саласында және бағдарламалық қамтамасыз ету кәсібі бойынша Ресей әлемнің үлкен маркаларымен бәсекелесе алмайтын жағдайда. Ресей бағдарлама саласында антивирус және Яндекс іздеу жүйесі бойынша танымал. Яндекс Googleға бәсекелес бола алатын бір ғана іздеу жүйесі, бірақ ол да Google'дың 10%-ына ғана жетеді. Ресей барлық осы нәрселердің артынан технологияға және ғылымға өте үлкен ақша бөліп жатыр. Бірақ басқа елдер сияқты нәтиже ала алмай жатыр және өндіріс жасайтын мемлекет бола алмай жатыр. Ресей кеңестік одақтан кейін ғарыш тақырыбында артта қалып қойды. ақш-пен бәсекелес бола алмайтын жағдайға жетті. Қазір оның орнына айға аппарат жіберген Қытай мен Үндістан толтыруда. Ресейдің ең маңызды жағы федерация болуы. Бұл қазіргі заманғы империя деген сөз. Ендеше Ресейдің ең маңызды күшін айтайық. Әскери қуаты. Ресейдің 1 миллионнан астам сарбаз бар. 2000 танк, 7000-ға жуық атомдық зымыран, 2-3 мыңға жуық соғыс ұшақтарына ие. Ресей әуе қорғаныс жүйесі жағынан өте мықты. Әсіресе С-400 ақш-тың әуе қорғаныс жүйесінен де асып түседі. Ресей мұны бірнеше елге сатқан. Ресейдің бірінші орында болған күші де баллистикалық зымырандар. Континентаралық ауқымға ие атом зымырандар өндіретін Ресей дыбыс жылдамдығынан тез ракеталар және Париж үлкендігінде бір қаланы жоқ қыла алатын баллистикалық зымырандар жасап шығаруда. Бұл ракеталардың саны ақш-тың ракеталарынан да көп. Бұлардың бірін тоқтата алатын әлемде ешқандай қорғаныс жүйесі жоқ. Осылармен Европаны және ақш-ты қорқытуда. Америкаға салыстырғанда әуе кемесінің тасымалдаушысының саны жағынан өте артта. ақш-тың 20 әуе кемесінің тасымалдаушысы бар болса, Ресейде тек бір ғана. Бірақ ең қорқынышты айырмашылық бұл емес, әскери бюджет. ақш-тың 800 миллиардқа жуық әскери бюджеті бар болса, Ресейдің 50 миллиард долларға жуық бюджеті бар. Бірақ сонда да ақш алаңдауда және Ресейге әлемде ең үлкен әскери бәсекелес ретінде қарайды. Бірақ жақын келешекте бұл баланс өзгеретін сияқты. Қытай мен Үндістан Ресейді де ақшты да артта қалдыруы мүмкін. ақш Ресейдің мықты болуын қаламайды. Әсіресе Украинаға және Сирияға кіріп экспансиялық саясатын ұстап отырған Ресейге қарсы шаралар қолданып жатыр. ақш Ресей экономикасына үздіксіз жабуыл жасауда. Ресей валютасы рубль соңғы 4-5 жылда өте қатты құнын жоғалтты. Бір жылда 60%-дан жоғары құлдырау көрсеткенде болды. ақш Ресейдің табыс құнын төмендету үшін мұнайдың бағасын төмендеуін қолдап отыр. Егер мұнай құнын жоғалтатын болса, Ресей дағдарысқа ұшырайды. Бірақ мұнайдың төмендеуінің ақш-қа да залалы бар. ақш араб мемлекеттеріне өте үлкен мөлшерде қару сатып, өте көп табыс табатын бір мемлекет. Әсіресе саудтарға бір дегенде шамамен 10-ға жуық мемлекеттің қару-жарағынан көп қару сатты. Тіпті қазір Ресей сияқты арабтардың да экономикасы мұнайға байланысты. Мұнай құнының төмендеуі оларды да дағдарыстың ішіне алып кіреді. Осы жағдайда экономикасы төмендеген араб еліне ақш-тың қару сатуы тағы да қиындайды. Орыстар қазір Азия блогі мен ақш-қа қарсы өте мықты позицияда. Қытаймен бірге болатын Ресей ақш-қа қарсы кейбір пешкаларды қолдануда. Солтүстік Кореяны жігерлендіріп, ақш-қа қарсы кіші артисттік жасауына көмек беріп отыр. Орыстар мұнайға альтернатив таппайтын болса, экономикасы бір жерге барып тоқтайды. Өйткені мұнайда бір күн бітеді. Ресейдің ең маңызды рөлдерінің бірі әлемнің жаңа күші болған Қытайға жақын және көрші болуы. Бұл мемлекет пен Қытайдың қарым-қатынасы өте жақсы. Келешекте ақш-пен бәсекелес біткен кезде бұл көршілермен бәсекелес болуы мүмкін. Бірақ қазір бірігіп әрекет жасауда. Көреміз, Ресейді алдағы күндерде не күтіп тұр. Ресей туралы кіші болса да бір көзқарас қалдырдым деп ойлаймын. Келесі бейнеде көріскенше, мен Мардан.